Сәлем құрметті көрермен, Шакамуруның арнасына қош келдің. Бүгін біз сіздермен бірге әлемнің тылсым әрі қорқынышты тұстарымен танысатын боламыз. Әлеуметтік желілерде тараған елестердің бейнежазбалары өте көп, бірақ олардың барлығы шындыққа жанасатын тура мәлімет деп айту дұрыс емес. Сонда да кей жағдайда бұл өтірік деп айтуға келмейтін түсініксіз сурет немесе бейне жазбалар кездеседі. Міне сол бейне жазбалар және суреттер жайлы осы видеода әңгіме қозғайтын боламыз. Ал сіз осы видеодағы елестерді өз өміріңізде кездестіргіңіз келмесе, арнаға жазылып лайк басыңыз. Ал егер осы күнге дейін сіздер елестерді көрген болсаңыз, астыға түсіп, сол жайлы пікір қалдырыңыз. Куперлер отбасы әлемде ең кең тараған және өте қорқынышты деп есептелетін бұл сурет 20 ғасырдың 50-ші жылдары Куперлер отбасында түсірілген. Жаңадан сатып алынған үйге көшіп келген бұл отбасы қуаныштарын дастарханның басында атап өтпекші болған. Ал осы сурет сол қуанышты есте сақтау үшін түсірілген болатын. Бірақ барлық қорқынышты сәт суретті қағаз бетіне түсіргеннен кейін белгілі болды. Байқасаңыз, бұл суретте төбеден салбырап тұрған, басының орнына қара түнек орналасқан белгісіз адам елесі бейнеленіп қалған. Ғаламторды шулатқан бұл сурет менің ойымша жалған болып табылады. Оған мен бірнеше себеп келтіре аламын. Біріншіден, елестен дуалға түскен көлеңке дұрыс бағытта бейнеленбеген. Себебі майшам бөлменің ортасында тұр, ал елестің көлеңкесі жарыққа қарама-қарсы бағытта түскен. Екіншіден, осы сурет жайлы мәлімет іздеу барысында мен осыған ұқсас баланың суретін кездестірдім. Соған қарағанда, бұл сурет бірнеше суреттер жиынтығынан жиналған болса керек. Сол үшін де барлық елес бейнеленген суреттерге сене берудің қажеті жоқ. Егер біз бұл суреттің шындыққа жанаспауы мүмкін дей алатын болсақ, келесі бейне жазбаны осындай сеніммен өтірік деп айта алмаймын. Бұл видео YouTube желісінде белгісіз автордың арнасында жарияланған. Бұл жігіттің пайымдауынша, оның үйінде полтергейст бар. Әрине, бұның бәрі хайп үшін жасалған деуге болады. Бірақ сонда да өте қорқынышты және шын өтірігін анықтау мүмкін емес. Поспи немножко, детка, ты моя конфетка, да. Өз басымнан осыған ұқсас жағдай өткеннен кейін, бұл видеоны мен өтірік деп айта алмаймын. Бұл видеоның авторы жаңа жыл қарсаңында үйде жалғыз қалған. Әйелі мен баласы басқа қалаға туысқандарының үйіне кеткен. Ал ол болса үйдегі заттар өз орнынан жоғалып, басқа бөлмеде пайда болатынын байқай бастаған. Жалғыз болғандықтан бұндай күтпеген жағдай оған түсініксіз болып көрінеді. Бірнеше күн үйде жалғыз болған бұл кісі бір күні екінші қабаттағы балалар бөлмесінен әртүрлі дыбыстар, кейде ер адамның жөтелін ести бастаған. Кеудесі үрейге толы болса да, екінші қабатқа шығып, мән жайды білмекке бел буған бұл кісі балалар бөлмесіне барады. Әрі қарай не болғанын өздеріңіз қарап баға беріңіздер. Oh my fucking god! Use my mouth, I'm sorry. Автордың айтуы бойынша, осы жағдайдан кейін ол бұл үйден көшіп кеткен. Орманда өз итімен серуендеп жүрген бұл жігіт үлкен үңгірге тап болады. Иті сол үңгірге бет алып кіріп кеткенін көрген жігіт төрт аяқты досының ізіне түсіп қараңғы үңгірге кіреді. Күтпеген жерден ол осындай адам бейнесін жолықтырады. Менің ойымша, бұл ешқандай да елес емес. Тек оптикалық иллюзия немесе дуалға салынған сурет деп есептеймін. Келесі бейне жазбада кішкентай қыздың үстел басында сурет салып отырғанын көреміз. Кенет жанында тұрған қағаздар өз еркімен қозғала бастайды. Осыны байқаған қыз қаша жөнеледі.
Егерде сіз бұл желдің салдарынан болған жағдай деп есептесеңіз, қателесесіз. Себебі қағаздан бөлек үстел де, оның үстіндегі заттар да орнынан қозғала бастайды. Мектепте болған жағдай. Азанда жұмыс орнына келген мектеп күзетшісі дәлізде шашылып жатқан оқулықтарды байқайды. Мән-жайдың анық-қанығын білмекші болған күзетші мектеп ішінде орнатылған видеокамераның көмегіне жүгінеді. Бұл видеода барлығы дәліздің соңындағы есіктің тарс жабылғанынан басталады. Кенеттен жиһаздар өз еркімен қимылдап, ішінен қағаздар шашылады. Соңында еденде тұрған тақтайша үлкен күшпен соққы алғандай айналып құлайды. Келесі бейне жазба мен үшін түсініксіз әрі өте қорқынышты. Видео авторының айтқан сөзі бойынша, ол таң атқан сайын қоймасындағы есіктің ашық тұратынын байқаған. Жатарда есікті жапқанын нақты есінде болса да, азанғы уақытта есік қайта ашық тұрады екен. Сонымен есінің дұрыс екенін өзіне өзі дәлелдеу үшін түнде есікті жауып жатқанын бейнеге түсіреді. Кенет есік өзімен өзі ашылып кетеді. Сонда қайта барып жауып, артқа бірнеше қадам жасаған жігіт мынандай көріністі байқайды. Бұл жігіттің ержүректігі мені таң қалдырды. Егер мен оның орнында болсам бар ғой, далаға қашып, үйге бензин шашып өртеп жіберетін бар ғой. Конкретно. Бұл видео шетелдік Reddit әлеуметтік желісінде тараған. Бұл үй ерлі-зайыптыларға дүниеден өткен туысқанынан мұраға қалған. Уақыт өте бұл үйде түсініксіз жағдайлар орын ала бастаған. Сондықтан да үйдің барлық бөлмесіне бейне бақылау камераларын орнатқан. Байқағандарыңыздай, видеоның басында бір қыздың әрі-бері жүргені бейнеленген. Бір мезгілде осы қыздың жертөледе көмектес деген қағаз ұстап тұрғаны көрінеді. Артынан түсініксіз құбыжық келген сәтте видео үзіледі. Осы видео жайлы сіздің ойыңыз қалай? Менің ойымша, бұл тек хайп үшін жасалған фейк видео. Соған қарамастан өте қорқынышты. Достар, сонымен бүгінгі тылсым бейне жазбалар мен суреттерге толы шығарылым соңына жетті. Шынымды айтсам, уже тамам ауырып кетті бар ғой мынаны түсірем деп. Егерде сіздерге осындай форматта видеолар ұнаған болса, арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Шакамуро. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.